Сәлем достар, қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін мен сіздерге Versace құрағының жасалу жолдарын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, ал кеттік. Достар, айта кететін бір жайт, Versace құрағы кәдімгі ши құраққа қатты ұқсайды, бірақ жасалу жолдары сіздерге қарапайым күрделі болып көрінгенімен негізі өте оңай. Бізге керекті заттар: 2 матовый белюрдан лента қиып алдым, шыт, мата, сызығыш, қалам, қайшы және тігін машинасы қажет болады. Ең алдымен шыт матамызды қойып, үстіне бірінші ақ матовый белюрдан 2,5 сантиметр болатындай қылып, түгін оң қаратып қиып аламыз. Қиып алған белюрымызды дәл матамыздың ортасына жиегіне 0,2 миллиметр қылып қалдырып тігіп аламыз. Менің лапкамның дәу болғандықтан көз шамамен тігемін, ал сіздерде джак немесе тупикл машинкасы болса, онда олардың лапкасы кішкентай болғандықтан лапканың жиегімен тіксеңіздер болады. Үстінен екінші матамызды тігеміз. Ең бірінші басталу жолын нақтылап үйреніп алғаныңыз жөн, өйткені Versace құрағы ши құрақтан шамалы өзгешелеу болып тігіледі. Видеодан қарап отырып тігіңіз. Видеодан көргеніңіздей 2 қызыл матовый белюрымызды тіккеннен кейін, ортасына тіккен ақ матовый белюрымыздың екінші жағына шығып, 2 матовый ақ белюрдан тігеміз. Дәл осылай видеодағыдай реттілікпен тігіп шықсаңыз, сізде Versace құрағы шығады. Жиек-жиегін бекітіп тігіп аламыз және артық матаны кесіп алып тастаймыз. Достар, менде осындай әдемі Versace құрағы шықты. Менің жасап жатқан жұмысым сіздерге ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеле кетіңіздер. Ол маған мотивация болсын. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.